Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін міне сіздерге тәбетті ашатын осындай сьомга балығынан уха дайындап көрсететін боламын. Және бұл сорпамыз өте бойында витаминдерге және де омега 3-ке бай балығы. Бұл балықты қуырып жей бергеннен оның сорпасын адам ағзасына өте пайдалы және дәрумендерге бай балық болғандықтан, сондықтан да арасында денсаулығымыз үшін жиі балық сорпасын жасап ішуге кеңес беретін боламын. Міне бізге енді бұл жерде керегі балығымыз керек. Бұл жерде мен бір 350 грамдай балық алдым, және де бір қызанағымыз, сәбізіміз, жуамыз және картоп, болгар бұрышы керек. Енді пышақтың көмегіменен осы жуамызды турап алатын боламыз. Ал құрметті мен көрермендеріме керекті көкөністеріміздің барлығын толық турадым. Көріп тұрғандай, алдын ала осылай суды қайнатып қоямыз ыдысымызға. Енді не туралған керекті көкөністерімізді тізіп шетінен салатын боламын. Бұл жерде енді жуанның барлығын салмаймын. Көріп тұрғандай кішкене алып қалдым. Және болгар бұрышын да салып жібереміз. Және қызанағымыздың барлығын салмаймын. Бұл жерде бұны да кішкене алып қоямын. Қазір жуаменен қызанағымызды екеуін бірге кішкене майға қуырып салатын боламын. Енді керекті тұз саламыз. Енді тұзды мен көптеу қылып салған жоқпын. Өйткені қазір балығымызды салған кезде тұзын сол дәміне қарай тағы да кем болса салатын боламыз. Міне көп майды қуырамыз, майға жуамызды, және де қызанағымыз салып екеуін жақсылап қызарғанша қуырып және қайнап атқан сорпамызға құятын боламын. Ал міне құрметті көрермендер, мінекей сорпамызға жаңағы жуаменен помидорымызды қуырып салып жердім, және де балығымызды салатын боламыз. Біз алдын ала бұл сорпаны бір 20 минуттай қайнаттық. Ішіне картошкамызды, морковымыз піскенше, енді толық барлығы пісіп дайын болған кезде балығымызды салып, тағы да бір 25 минуттай қайнататын боламыз. Балық өткені тез пісетін болады. Көп қайната берудің қажет жоқ, өткені балығымыз езіліп кетеді. Толық міне балығымыз да дайын болып қалды. Енді дәмі өте керемет болып шығады. Осылай отбасыларыңызға осылайша етіп жасап берсеңіздер, және де қонақтарыңыз келсе де осылай жасасаңыздар ұнайды деген ойдамын. Осы менің видеоларым сіздерге ұнаса және пайдалы болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де видеоларыма лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Енді міне ішіне керекті зеленімізді салдым, және де барлығын енді толық асымыз дайын болды. Ас болсын.
сіздермен болғаныма өте қуаныштымын. Менің атым Айнұр. Келесі видео рецептпенен жолыққанша аман сау болыңыздар. Ас болсын.